Қартаю өміріміздің табиғи бөлігі. Жасы жеткен әр адам баласы денсаулығы нашарлап, табиғи сөне бастайды. Дегенмен, жасы жетіп, бірақ өңі қартаюды білмеген жандар қаншама. Әсіресе ер адамдарға қарағанда, әйел адамдар қартайғанда да жас көрінетіні тағы бар. Ер адамдарда қалыспайды сірә. Сәлем, қымбатты да қадірлі көрермен. Бұл видеода жас көрінудің сыры мен қырын айтамыз. Арнамыздан алыстамаңыз. Сіздермен бірге шипагер арнасы. Жас көріну үшін хирургиялық ота немесе тағы да басқа нәрселерді жасаудың тіптен қажеті жоқ. Ол үшін салауатты өмір салты мен тері күтіміне назар аударсаңыз болғаны. Теріге жұмсақ тазартқыш таңдаңыз. Қазіргі кезде жасөспірімдер қолданатын неше түрлі арнайы формулалары бар өнімдердің қажеті жоқ. Өйткені терінің қартаюы кезінде тері көп май шығармайды. Егер тері тазартқышы қатты әсерлі болса, тері майларын азайтып немесе жоқ қылып қартаюды тездетеді. Косметолог маманмен кеңесіп, жасыңызға сай өнімдерді таңдаңыз. Қартаюға байланысты тері тазартқышы маңызды рөл атқарады. Себебі ол теріні қоршаған ортаның әсерінен немесе макияждан қалған химиялық заттарды кетіреді. Макияж теріде ұзақ уақыт тұратын болса, қартаюды тездетеді. Тазартудан кейін теріні ылғалдандыру деген жалпақ тілмен айтқанда теріні тамақтандыру. Егер теріңіз құрғақ болса, тезірек қартаяды. Ылғалдандырғыш құрамында қартаюға қарсы белсенді ингредиенттер жеткілікті. Оны таңдау үшін жас ерекшелігіне байланысты интернет желісінен, косметикалық дүкендерден мамандармен кеңесу арқылы табасыз. Өнімді алардың алдында сапасы мен бетті терең ылғалдандыратынына назар аударыңыз. Бұл өнімдерді тек әйел адамдар ғана емес, сонымен қатар ер адамдар да қолдануға болады. Күннен қорғайтын өнімдерді қолдану. Күн сайын адам денесін күннің нұры аялайтынын білеміз. Бірақ ол аялап қана қоймай, терімізді қартайтып жібереді. Күннен келетін ультрафиолет сәулелер терінің уақытынан бұрын қартаюына әкеліп соғады. Сондықтан дерматологтар әжімдер мен пигментациядан қорғану үшін күн сәулесін қорғайтын кремдерді пайдалануды ұсынады. Күннен қорғайтын кремдерді күн сайын ұзақ уақытқа сыртқа шығарда бетіңізге ғана емес, қолыңызға, мойныңызға жағуыңыз керек. Бұл кеудеде және қолдарыңызда қоңыр дақтардың пайда болуына жол бермейтін болады. Әрдайым жас көрініп, қылшылдап жүру үшін адам өзін ретке келтіріп жүру керек. Бет әлпеттен бөлек шаштарыңыз бен қастарыңызды, ер адамдар сақал мен мұрттарын жөндеуі тиіс. Бұл да сіздің табиғи сұлулығыңызды құртады. Ер адамда сақалдарын әдемілеп өсіруі, уақыты келгенде қырқып қысқартуы тиіс. Шаш үлгісін үйлесетін формада алуы мен әйел адамдар қастарын қалың етіп ұстағаны дұрыс болады. Себебі жас ұлғайған сайын қастарыңыз жұқарады. Дененің жас көрінуі үшін не істеуіміз керек? Ауыз қуысының гигиенасын сақтаңыз. Әдемі тістер сізді жасартып тартымды етеді. Тісті күту режимін қадағалаңыз. Уақытылы тексеріліп тұрыңыз. Егер тісіңізбен проблемалар болса, тіс дәрігерінің көмегіне жүгінсеңіз болады. Одан сіз тістеріңізді кәсіби ағарта аласыз. Дәрігердің көмегінсіз ағартатын тәсілдер де болады, бірақ оны қолданар алдында ақылдасуыңыз керек. Тіс адамның жасын көрсетеді, сондықтан оған өте мұқият қараңыз. Жас болудың тағы бір жолы меланхолик емес, көңілді көзқарас таныту. Бұл дегеніміз сіздің жас баладай қалжыңдап ойнауыңыз емес. Кез келген жағдайда көңілді көзқараспен қарау. Әрдайым позитивті ойлаңыз, достық қарым-қатынас жасаңыз. Әрқашан өзіңіздің жасыңызбен мақтаныңыз. Сыртқы келбетіңіз туралы жақсы ой ойлаңыз. Қымбатты көрермен, сұлулық әркімнің бойында бар. Адам баласы дүниеге келе салып сұлу болғанымен уақыт өте келе тозады. Сондықтан қалыпты түрде қартаймай жүру үшін өзіңізді күтіңіз. Біздің арнамызды тіркелмей қарайтын жандар өте көп екен. Тезірек тіркеліп, арнаның дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Денсаулығыңызға немқұрайлы қарамай, әрдайым әдемі де сымбатты болып жүруге тырысыңыз.